осы рилсті уже үшінші қайтара жазып отырмын. Себебі қайта жазған сайын жылап қалдым. То есть жылайын деп қалдым. 25-ші жыл мен үшін өте бір сәтті жылдардың бірі болды. Үнемі қарап тұрсам, келесі жылы одан да лучше болу керек, келесі жылы мақсаттарыма жетуім керек деп сразу солай бағыттайды екенмін. Провалдарымды көбірек ойлағам, биыл что не получилось. Ал мен бұл жолғы рилсті менде 2025 жылы қандай армандарым орындалды, қандай мақсаттарыма жеттім, сол тақырыппен аяқтағым келіп тұр. Ең бірінші менің уже 3 жастан асқан балам сөйлеп бастады. 2-3 сөздің басын құрастырып қазір барлық сұрағыма жауап береді, барлығын түсінеді. Себебі балама 1,5 жасында ЗПР деген диагноз қойған болатын, 1 жас 4 айында. Атына қарамай тағы бір стимдар болып. Қазір олардың бәрі жоқ, шүкір, балам ел қатарлы, бәрі қатарлы жағдай сөйлеп. Бәрін түсініп кетті. Сол себепті бір жылда деп жауып жатырмын да. Одан бөлек армандап жүрген Blackpink'тің концертінде болдым Италияда. Blackpink'тің концертінде Миланда сіңілім екеуміз, 3 баламды күйеуім қарап қалды. Одан кейін неше жылдың соңында 45 жастағы қызыммен Кореяда 10 күн саяхаттап келдік екеуміз. Бұл біздің күйеуімнің 2 қызға отбасындағы сыйлаған жаңа жылдық сыйлығы болды. Танып күшті демалыс өткізіп келдік. Биыл мен өзімнің армандап жүрген қанша рет жаңағыдай өзіме қойшы олай болмайды, мүмкін емес деп жүрген блогинг деген өзімнің авторлық курсымды шығардым. Не үшін армандап жүрген десеңіздер, мен үнемі жаңағыдай өзімді сату, запуск деген сияқтымен байланыстырып тастайтынмын да. Осы блогинг деген курсты жаза алмай жүретінмін, бірақ биыл 4 потогын өткіздім. Сондай-ақ биыл мен өзімнің күшті потенциалымды ашқан ютубты бастадым, және де жылдың соңына дейін 20 мың оқырман жинаппын. Адамдарға мені танытқан бір платформа болды. Себебі көптеген адам осы ютубтағы видеоларыңызды қараймын, жақсы көремін, тыңдаймын, шабыттанамын, кредитімді жаптым, үй алдым, ата-анама бір нәрсе алдым деген сияқты нәтижелермен бөлісіп жатады. Хотя мен ол жақта просто теп-тегін шынымен де өміріме көмектескен бір техникалармен, лайфхактармен просто так бөлістім, бір ютубтан ақша табу мақсатында да емес. И сол жылдың соңында сондай бір жемісін беріп отыр. Одан бөлек менің инстаграмым наконец-то 50 мың оқырманға жетті. Барлықтарыңызға рахмет. Менімен осы күнге дейін болған мақсаттарға жете берейік. Деніміз сау, жұртымыз аман болсын. Солай 2025-ті әдемі нүктемен жапқым келіп тұр. Барлықтарыңыздың келе жатқан жаңа жылдарыңызбен.